Әкеңді кешірсең, өмірің өзгереді. Менің балалық шағымда жаным көп жарақатталды. Әкем күн сайын ішіп келіп, анама қол жұмсайтын. Үйдің үлкені болған соң, анамды қорғауды міндетім санадым. Бірақ әкемнің жұдырығы маған да тиетін. Мектептен келе салып, үй шаруасына кірісіп, анама қолғабыс болам. Түнде малдың бәрін жайғап, сосын сабақ оқуға көшем. Алмас әкем мылжыңдап сөйлей беретін. Тыныштық беріңізші, сабақ оқиын деп жалынған кездерімде, ол, боқмұрын, сен кімсің менің аузымды жабатын? Деп айқайлап, мені жұлқылап тастайтын. Жылдар өтті. Әкемді жек көріп өстім. Онымен бірге бүкіл еркекті жек көріп кеттім. Студенттік кезеңде маған да көп жігіт сезімін білдірді, бірақ жүрегім тас болып қатайып, ешкімді жолатпадым. Құрбыларым тұрмысқа шығып, балалы болып жатқанда, мен жалғыздықты таңдады. Бірақ жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқанын кеш түсіндім. Анам өмірден өткенде, менің шын жалғыздығым басталды. Бауырларым өз өмірімен әлек, менімен ешкімнің шаруасы жоқ. Анам соңғы 5 жылын қыздарының үйінде өткізді, әкемнен алыста болуды, тыныштықты қалап еді. Ал әкем інімнің қолында ауылда тұрды. Мен моншаға, тойға, шипажайға баратын болсам, анамды ертіп алатынмын. Осылай жүріп 40-қа жеттім. Анам о дүниесіне аттанған соң, мен жаныма сер керекенін ұғып, жан-жағыма қарай бастадым. Әйткенмен еркек сөйлесе ашуым келетін, ұрысып беретінмін. Мәселе өзімде екенін білем. Психологияға ден қойдым. Жаныма үңілдім. Кітаптарды ақтардым. Бірақ қанша тырыссам да, өмірімде тек араққа жақын, сүрініп қағылған ер адамдар ғана жолықты. Бір күні группалас құрбымның ұлының тойына Алматыға бардым. Пойызда бір кербез апамен көпелес болдым. Әңгімеміз жарасып, көзқарасымды өзгерткен бір кеңес алдым. Менің өмір тарихыммен танысқан соң, сен әкеңді кешір. Жай ғана кешірдім деп емес, жүрегіңмен кешір. Ол адам ғой. Оның да әлсіз тұстары болды. Оның жақсы жақтарын есіңе ал. Жақсы көре алсаң, кешіре де аласың. Сол кезде өмірің өзгереді. Өмірлік тәжірибемнен айтып отырмын. Ісім өрлесін десең, бақытты болам десең, ата-анаңды кешіру керек деді апа. Мен алғашында көп ойландым. Әкемнің қандай жақсы жағы бар. Қанша ойласам да, көз алдыма оның ызалы, мас бейнесінен басқа ештеңе келмеді. Бірақ сәл тереңірек үңілгенімде, балалық шағымнан бір естелік шықты. Әкем бізді қатар отырғызып, тырнағымызды ұстарамен алып беретін. Бір күні туған күнімде маған қуыршақ әкеліп бергені де есімде. Осы естелікті айтып едім. Көпелес апа, кейбір балалар әкесіз өсіп, тырнағымды әкем алып берсе екен деп армандап жүр. Жақсы жағын таппасаң, әкеңнің жай ғана бар болғаны үшін жақсы көр деді. Сол сәттен бастап мен күнде әкемнің суретіне қарап, мен сені кешірдім деп айта бастадым. Кейін онымен байланысқа шығып кездестім. Бір күн қалада қыдырттым. Киім әпердім. Сақалын қырып бердім. Ауылға шығарып салып тұрғанымда алғаш рет қызы ретінде құшақтады. Рахмет қызым дегенде менде бір ғажап күй орнады. Кемсең деген түрін көріп аядым, жақсы көріп кеттім. Енді мен сені кешірдім деген сөйлемге папа, мен сені жақсы көрем деген сөзді қосып айтатын болдым. Әкемді кешірген сайын өмірім өзгеріп бара жатты. Жұмыста қызметім жоғарылады, жалақым да өсті. Бәрінен де арқамнан ауыр жүк түскендей жеңілдедім. Мен өзімді, өмірді сүйе бастадым. 8 ай өткенде Алматыдағы құрбым хабарласты. Бибі, сені тойда абысыным көрген екен. Ажырасқан інісімен таныстырғысы келеді, сенің нөміріңді сұрап жатыр деді. Әдетте мұндай ұсыныстардан қашатын мен көп ойланбастан келісімімді бердім. Солай мен өмірімдегі ең жақсы адаммен таныстым. Бір көргеннен ұнады. Қазір біз бірге өмір сүріп жатырмыз. Мен бақыттымын. Жолы болмай жүрген оқырмандарға менің шағын ғана оқиғам ой салса екен деймін. Барлық жақсы өзгерістің кілті ата-анаға деген кешірімде. Ал оларды сол қалпында қабылдау кешірімнің бастауы.